Елестетіп көріңізші, әлем чемпионатының ең шешуші кезеңі басталды. Бір ғана қателік үйге қайту деген сөз. Осындай қысымға қарамастан Бразилия тағы да өзінің әлемдегі ең қауіпті құрамаларының бірі екенін дәлелдеді. Жапония соңғы жылдары алыптарды қорқытып жүрген команда ретінде танылды. Олар тәртіпті ойнады, жылдам шабуылдайды және кез келген фаворитке қиындық туғыза алады. Бірақ бұл жолы олардың қарсы алаңында Бразилия тұрды. Бүгінгі видеода біз Бразилияның Жапонияның қалай жеңгенін толық талдаймыз. Қай ойыншылар көзге түсті, Неймардың құрамадағы болашағы қандай, ал ең басты Бразилияның чемпиондық жолы қаншалықты қиын болады. Егер футболды жақсы көрсеңіз және осындай сапалы талдауларды жіберіп алғыңыз келмесе, дәл қазір арнамызға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз. Ал енді бастайық. Матч басталған сәттен-ақ Бразилия өзінің жоспарын көрсетті. Олар допты бақылауда өз қолына алып, қарсыласқа еркін тыныстауға мүмкіндік бермеді. Жапония әдеттегідей тәртіппен қорғанып, жылдам қарымта шабуылдарға сенді. Бірақ Бразилия жартылай қорғаушылар допты өте тез айналдырып, қарсыластың қорғанысын үнемі қозғалыста ұстады. Матчтың алғашқы минуттарында Бразилия шабуылшылары бірнеше қауіпті мүмкіндік жасады. Жапония қақпашысы бірнеше командасын құтқарып қалды. Сол сәтте көптеген жанкүйерлер бүгін Жапония тағы да бір сенсация жасай ала ма деген ойға келген шығар. Бірақ тәжірибе өз сөзін айтты. Бразилия асыққан жоқ, олар шабуылдарын бірінен соң бірін ұйымдастырып қарсыластарын қателесуін күтті. Ақыры күткен мүмкіндік те келді. Жылдам комбинация, дәл пас және шабуылдарын соққанда әрекеті нәтижесінде есеп ашылды. Бірінші голды бізде Жапония салды. Жапония берілмей, олар есепті теңестіруге тырысты. Матчтың шешуші сәтінде Бразилия тағы бір керемет шабуыл ұйымдастырып жеңіс голын соқты. Осылайша кездесу 2-1 есебімен аяқталды. Бұл жеңіс кездейсоқ болған жоқ. Бразилия бар көрсеткіш бойынша қарсыластың басым болды. Енді осы матчтағы ең үздік ойыншыларға тоқталайық. Бірінші кезекте шабуыл шебінде футболшылар ерекше көзге түсті. Олар тек гол соғып қана қойған жоқ. Бүкіл матч бойы қарсылас қорғаушыларын тынымсыз жұмыс істеуге мәжбүрледі. Жартылай қорғау шебінде жоғарғы деңгейде өнер көрсетті. Допты бақылау, ойын қарқынын өзгерту, дәл пастар бәрі өз деңгейінде болды. Қорғанысқа да жоғары баға беруге болады. Жапония өте жылдам команда болғанымен Бразилия қорғаушылары олардың қауіпті шабуылдарын көбін тоқтатты. Қақпашының да үлесін атап өткен жөн. Ол бірінші маңызды Северсов командасына сенімділік сыйлады. Дәл осындай командалық ойын Бразилия чемпиондыққа бас үміткерінің қатарына қайта шығарды. Бірақ жанкүйерлердің көкейінде бір сұрақ бар. Неймар қайта ойнай ма? Көпшілік үшін Бразилия десең ең алдымен Неймар еске түседі. Ол ұзақ жылдар бойы құраманың көшбасшысы болды. Оның техникасы, дриблингі, шешуші пастары және голдары миллиондаған жанкүйерлер тәнті етті. Алайда соңғы жылдары жарақаттар оның мансабына қатты әсер етті. Сондықтан көптеген адам Неймар қайтадан ұлттық құрамаға орала ма деген сұрақ жиі қояды. Қазіргі таңда Бразилия құрамасы және буынға сүйеніп келеді. Жас ойыншылар жауапкершілікті өз мойнына алып жатыр. Дегенмен тәжірибе жағынан Неймардың орны әлі де ерекше. Егер оның физикалық жағдайы толық қалпына келсе, әлі де командаға үлкен пайдасын тигізуі мүмкін. Бірақ дәл қазір сәтте Бразилия оның жоқтығына қарамастан өте сенімді футбол көрсетіп жүр. Бұл құраманың ең үлкен артықшылығы олар бір ғана жұлдыздыққа тәуелді емес. Әр ойыншы өз міндетін мінсіз орындауға тырысады. Сондықтан Бразилия қазіргі турнирдегі ең қауіпті командалардың бірі саналады. Енді ең қызығы сұраққа көшейік. Бразилия Жапонияны жеңді. Келесі кезеңге сенімді өтті. Бірақ енді олардың алдында мүлде басқа деңгейдегі сынақ тұр. Келесі қарсылас Норвегия. Көптеген жанкүйерлер Норвегияны көргенде бұл матч Бразилия үшін оңай болады деп ойлауы мүмкін. Бірақ әлем чемпионатында ойын болмайды. Норвегия бұл кезеңге жай ғана жеткен жоқ. Олар тәртіпті, физикалық тұрғыдан мықты және қауіпті команда екенін дәлелдей алды. Өткен кездесуде олар жеңіп, Бразилияға қарсы ойнау мүмкіндігін алды. Бұл тарихта ең маңызды матчтардың бірі болуы мүмкін. Норвегияның басты күші олардың ұйымдасқан ойыны. Олар қажет кезде толық қорғанысқа көшіп, қарсыластың шабуылын тоқтатуға тырысады. Ал допты тартып алған сәтте бірнеше секундтың ішінде қауіпті қарымта шабуыл ұйымдастыра алады. Команданың ең үлкен қаруы шабуылдағы жұлдыздары. Егер оларға аз ғана бос кеңістік берілсе, олар бір сәтте гол соғатын мүмкіндік жасап жібере алады. Сондықтан Бразилия қорғаушылары бір секундта да босансуға болмайды. Қағаз жүзінде фаворит Бразилия. Бірақ бұл артықшылықты алаңда дәлелдеу керек. Бразилияның ең күшті допты бақылау. Олар матчтың қарқынын өздері белгілейді. Жылдам қысым, қысқа пастар және қанаттар арқылы шабуыл жасап, бұл Бразилияның басты қаруы. Егер олар Жапонияға қарсы көрсеткен ойынды қайталаса, Норвегия өте қиын болады. Тағы бір маңызды фактор Бразилиядағы ойыншылардың жеке шеберлігі.
Кейде матч тағдырын бір ғана әдем пас немесе алыстан соғылған керемет гол шешіп кетуі мүмкін. Ал дәл осында футболшылар Бразилия құрамасына жеткілікті. Әлсіз тұстары бар ма? Иә, Бразилия кейде шабуылға тым көп ойыншы шығарып қояды. Егер қарсылас топты тартып алса, қорғаныс артында бос аймақтар пайда болады. Ал Норвегия дәл осындай мүмкіндіктерді жақсы пайдаланады. Сондықтан бұл кездесу тәртіп бірінші орында болуы мүмкін. Егер қазіргі ойын деңгейіне қарасақ, Бразилия келесі кезеңге өту мүмкіндігі жоғары. Шартты түрде бағаласақ, Бразилия шамамен 60-70%, Норвегия шамамен 30-40%. Бірақ бұл тек болжам. Өткені әлем чемпионаты талай рет сенсацияларға толы болған. Бір ғана қателік, бір ғана пенальти немесе қызыл қағаз бүкіл матчтың тағдырын өзгертіп жіберуі мүмкін. Сондықтан ешкім бұл кездесудің нәтижесін алдын ала шешілді деп айта алмайды. Егер Бразилия жеңсе, егер Бразилия Норвегиядан өтсе, оларды ширек финалда тағы да бір өте мықты қарсылас күтіп тұр. Олар Мексика мен Англия. Драконка жұбының жеңімпазымен кездеседі. Егер Англия келесі кезеңге өтсе, бұл Бразилия үшін түріндегі ең ауыр матчтардың бірі болуы мүмкін. Ал Мексика шықса, оңай болмайды. Латын Америкалық командалар бір-бірінің ойын мәнерін жақсы біледі. Сондықтан мұндай кездесулер әрдайым тартысты өтеді. Бразилия үшін финалға апарар жол оңай емес. Әр кезең сайын қарсыластардың деңгейі жоғарылай береді. Сондықтан әрбір матч финал секілді өтеді. Енді ең маңызды сұраққа жауап іздеп көрейік. Бразилия шынымен осы әлем чемпионының басты фавориті ме? Бұл сұраққа жауап беру үшін олардың алдағы жолына назар аударайық. Егер Бразилия Норвегия жеңсе, онда ширек финалда оларды өте мықты қарсылас күтіп тұр. Бұл Мексика немесе Англия. Конго жұбының жеңімпазы болуы мүмкін. Көпшілік дәл осы кезеңде Бразилия үшін алғашқы үлкен сынақ деп есептейді. Егер қарсылас Англия болса, онда бұл матч финалға бергісіз кездесу болуы мүмкін. Англия соңғы жылдары әлемде ең мықты құрамалардың біріне айналды. Олардың құрамында әлемдік деңгейдегі жұлдыздар өте көп. Олар жылдам, шабуылдайды, физикалық тұрғыдан мықты және стандартты жағдайларды өте жақсы пайдаланады. Ал Мексика шыққан жағдайда Бразилияны оңай ойын күтіп тұр деу қателік болады. Мексика әрқашан жанкештілікпен ойнайды. Олар соңғы минутқа дейін күреседі және фавориттерге бірнеше рет тосын жасаған команда. Сондықтан Бразилия әр матчқа финалдай дайындалуы керек. Бразилияның чемпион болуына не кедергі? Бразилияның бас артықшылығы құраманың тереңдігі. Бар ойыншы жарақат алса да оның орнын басатын футболшылар жеткілікті. Бұл кез келген құрамада болып бермейтін мүмкіндік. Сонымен қатар Бразилия шабуылда өте қауіпті, қанаттарға жылдамдырақ, жартылай қорғауда креатив және шабуылшылардың шеберлігі кез келген қорғанысты қиын жағдайға қалдыра алады. Бірақ кемшіліктер де жоқ емес. Кейбір матчта олар шабуылға тым беріліп кетеді. Егер қарсылас жылдам қарсы шабуыл ұйымдастырса, қорғаныс аймағында бос кеңістіктер пайда болуы мүмкін. Міне, дәл осы мәселені бапкерлер штабы шешуі керек. Көптеген жанкүйердің ойында бір ғана сұрақ: егер Неймар қазір осы құрамда болғанда, Бразилия бұдан да күштірек болар ма еді? Бұл сұраққа нақты жауап беру қиын. Бірақ бір нәрсе анық: Неймар Бразилия футболының аңыздарының бірі. Ол ұзақ жылдар бойы команданың көшбасшысы болды. Шешуші сәттерде жауапкершілікті өз мойнына алып маңызды голдар соқты. Алайда қазір Бразилия бұрынғыдан өзгерген. Қазір олар бір ғана жұлдызға емес, толық командаға сүйенеді. Бұл оларды бұрынғыдан да қауіпті етеді. Егер Неймар болашақта қайтадан құрамаға шақырылса, оның тәжірибесі жастарға үлкен көмек беруі сөзсіз. Неймарды білесіздер, қазір жарақатта, бірақ сонда да өзінің құрамасына ойнап жүр. Егер Бразилия қазіргі қарқынын жоғалтпаса, тәртіпті ойнап, жарақат мәселесіне тап болмаса, оларды финалда көруіміз әбден мүмкін. Бірақ әлем чемпионатында бір ғана қателік барлық еңбекті шоққа шығаруы мүмкін. Сондықтан әрбір ойын жаңа тарих, әр матчта бар күшіңді салуың керек. Ал әзірге Бразилия өз жанкүйерлеріне үлкен үміт сыйлап отыр. Олар Жапонияны жеңді. Енді олардың назары Норвегияға ауысты. Осы матчтан кейін ғана Бразилия чемпиондық мүмкіндігі туралы нақтырақ айтуға болады. Құрметті футбол жанкүйерлер, сіздің ойыңыз қандай? Бразилия бұл жолы 6-шы әлем чемпионында жеңіп алуы мүмкін бе? Әлде турнирдегі тағы бір үлкен сенсация бола ма? Пікірге өз болжамыңызды жазыңыз. Ең қызығы пікірлерді келесі видео міндетті түрде оқимыз. Егер бүгінгі талдау сізге ұнаса, видеоны лайктап достарыңызбен бөлісіңіз. Осындай сапалы футбол таудалары, әлем чемпионының соңғы жаңалықтары, матчтарға болжамдар және қызықты деректерді жіберіп алмау үшін арнамызға дәл қазір тіркеліп қоңырау белгісін қосуды ұмытпаңыз. Келесі видео тағы да жүзгенше аман сау болыңыздар.